Қайырлы уақыт, құрметті әріптестер. Жасанды интеллекттің көмегімен ән жазып көрейік. Ол үшін біз Google аккаунтымыз арқылы кіреміз. Яғни Google-ға suno.ai деп жазыламыз. Яғни suno.ai деп жазылғаннан кейін кірілген көк сілтеме арқылы кіріп, өзімізге ән жазамыз. Бұл жасанды интеллекттің өте жақсы жағымды жағы, бізге бұл қазақ тілінде бізге ән жазып береді. Әннің көптеген нұсқалары бар. Көңілді, мұңды, лирикалық, патриоттық деген сияқты әннің жанрлары өте көп. Оның ішінде аспаптар ойналтуы, аспаптар қосылуы бар. Мінекей соның бәрін қамти алған жасанды интеллект suno.ai. Ал енді кірдік, оның ішінде создавать деген батырманы басу арқылы өзімізге тақырып жазамыз. Тақырып жазып бергеннен кейін сізге әннің текстін де дайындап береді. Әннің текстін өзіңіз қалауыңыз бойынша өзгерте аласыз. Және де стиль музыки дегенге астындағы неше түрлі бит, мелодичный, флейта, барабаны деп өз неше түрлі аспаптардың тізімін шығарады. Сол бойынша таңдауыңыз бойынша жасап алып орындата бересіз. Заголовкаға өзіңіздің әніңіздің тақырыбын жазасыз. Мен мұнда жаздағы демалыс деп алдым. Менің салам бастауыш сынып мұғалімі болғандықтан мен осы бағытта жазып әнді дайындап жатырмын. Жалпы биылғы оқу жылында әдістемелік нұсқаулық хатта жасанды интеллектке баса назар аударылған болатын. Өйткені жасанды интеллекттің ауқымы өте кең, мүмкіндігі де өте зор болғандықтан мұғалімдерге жасанды интеллектті оқу барысы қолға алынып жатыр. Сондықтан сіздерді жасанды интеллект табысты ұстаз курсына шақырамын. Курста біз жасанды интеллекттің 20-дан астам түрімен танысамыз. Көптеген тапсырмаларды орындап, өзіміз бірге табысқа шығуға мүмкіндік аламыз. Және де осы алдағы уақытта болмаса қазір болып жатқан тамыз кеңесіне біз жасанды интеллект арқылы қандай жұмыстар атқаламыз. Тамыз кеңесіне осы программаны, осы бағдарламаны біз идея қылып алсақ болады. Таңдау көп, барлық таңдау өз еріктеріңізде. Мінекей жасанды интеллект маған әнімді дайындап берді. Астына көріп тұрған дом, создавать, библиотека, инструменты деп тұр ғой, соның ішіндегі библиотекаға кірсеңіз, сіздің алдағы уақытта жасаған барлық әндеріңіз сақталып тұрады. Suno.ai-да біз әнімізді екі бағытта сақтап аламыз: видео түрінде және аудио түрінде. Тек болмаса тек қана ссылкасын алу арқылы да әніңізді өзіңізге сақтап алсаңыз болады. Мына жерде жаздағы балалық шақ деп аталатын әнді жазып берді. Минуты, секунды барлығы көрініп тұрады. Мінекей библиотекада мен атамекен деп алдыңғы патриоттық әнім тұр жасаған. Назар салсаңыз әнді мінекей аудио және видео түрінде жүктеп алу керек болып тұр. Скачать батырмасын бассаңыз, сізге бас аяғы Suno 3 әлде 4 минуттың ішінде әнді жазып береді. Тек қана тақырыбын енгізсеңіз болады. Және де қазақша, барлығы қазақша жасалғандықтан өте қызықты. Таңдау еркіндігі көп берілген. Өз қалауыңызбен, өз фантазияңызбен кез келген жанрдағы әнді жаза аласыз. Бұл да бір жасанды интеллекттің мұғалімнің, болмаса музыканттардың мүмкіндігін жоғарылатуға және уақытын үнемдеуге арналған жақсы бастама, жақсы интеллект деп ойлаймын. Және де Suno.ai-да шексіз жасалу мүмкіндігі. Яғни бірнеше ән жазғаннан кейін ақылы түрде деп шықпайды, шексіз болғандықтан кез келген уақытта кіріп жаза бересіз. Тек қана Google аккаунтыңыздың паролін, өзіңіздің аккаунтыңыздың жазуын ұмытпасаңыз болды, кез келген уақытта кіре аласыз. Мінекей әлі жүктеп жатыр. Енді бұл жерде сіздің интернетіңіздің жылдамдығына да қарап тұр. Менде интернет кішкене нашарлау болғандықтан ұзақ уақыт жүктеп жатыр. Сонымен ән дайын болған кезде сіз видео түрінде сақтап алсаңыз, бұл сіздің телефоныңызда галереяда тұрады. Аудио түрінде сақтап алсаңыз, сіздің телефоныңыздағы музыка бөлімінде тұратын болады. Тек қана ссылкасын сақтап алатын болсаңыз, WhatsApp-қа, болмаса заметкеға бір жерге жазып, өзіңізге қажетіңізше сақтап ала аласыздар. Мінекей әнді тағы да жүктеп алу
жүктеп тағы да сіздерге көрсетіп жатырмын. Ссылка түрінде де мінекей алсақ болады. Ссылка түрінде де өзімізге жүктеп алсақ болады. Көріп тұрғандарыңыздай. Әлеуметтік желінің барлығына бөлісуге болады. Телеграмда, WhatsAppта, Инстаграмға, Фейсбук, қандай әлеуметтік желіге кіресіз, қандай әлеуметтік желіні жиі қолданасыз, сол арқылы өзіңізге сақтап ала берсеңіз болады деген сөз. Мінекей барлығы дайын тұр. Тек өзіңізге қалауыңыз бойынша не видео, не аудио түрінде сақтап ала бересіз әніңізді. Және де бұл сонода әннің тазалығы бар. Қазақ тілінде кәдімгі қазақша акцентсіз жақсы күйінде сақталады. Негізі скачать ету арқылы мен телефонның памятына сақталып жатырмын. Бірнеше рет скачать етіп алдым. Әнім дайын осымен. Назарларыңызға рахмет.